Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен медовик тортымен және де блиннің рецептісімен бөлісемін. 100 грамм балымызды отқа қойып, үстіне толтырмай сода қосып араластырамыз. Содамен медовик реакция беріп былай көпіршілінеді. Әбден қызарғанша, янтарный түс болғанша араластырып тұрамыз. Мынадай түс болды. Енді осыны ыдысқа құйып аламыз. Шекерімізді саламыз. Жақсылап араластырамыз. Оның үстіне 100 граммдай майымыз саламыз. Осының үстіне 3 жұмыртқамызды саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Үстіне ұнымызды бөліп салып, жақсылап араластырамыз. Табағымызды қыздырып аламыз да, осы табаға 3 қасықтай құямыз. Екінші бетін ауыстырып қойдым. Сәлден кейін бұнды түсіріп аламын. Бісміллә, ашып көрейік. Осылай көтеріледі. Бетін жауып қоямыз. Бетіне жан-жағына жағу үшін печеньені пайдаланайын деп отырмын. Міне осылай оқтаумен тоқтап алуға болады, немесе блендер болса блендермен тоқтауға болады. Қазір осыны отқа қойып кішкене қызартып аламын. Осылай қуырып аламыз. Кішкене қызарғанша. Енді медовигімізді жақсылап арасын жағамыз. Арасына мен мынадай сгущенканы жағайын деп отырмын. Енді одан әртүрлі кремдер жасауларыңызға болады, енді өздеріңіз қалауларыңызға қарайсыздар.
Келесі видеода блиннидің жасалу жолдарымен бөлісемін. Керек 3 жұмыртқа керек, шекер, ұн, май, сүт және сода, сәл ғана тұз керек. 3 жұмыртқамыздың үстіне тұзымызды саламыз да жақсылап араластырамыз. Осының үстіне жылтылған сүтті құямыз. Сүтіміз жылы болу керек. Жақсылап араластырамыз. Оның үстіне 2 қасықтай шекер саламыз. Sodamızı salamız. Жақсылап араластырамыз барлығын. Үстіне майымызды құямыз. 2 қасық, ас қасықпен май құямыз, сұйық май. Осылай араластырып отырып, біз 200 граммдай ұнымызды саламыз. Ұнымызды бөліп саламыз, өйткені бізде қазір қамақ болып қалмау керек ұнымыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Менің каналымда көптеген видеоларды көре аласыздар. Енді табамызды қыздырып аламыз да пісіруге бастаймыз. Табамызды әбден қыздырып алам, содан кейін барып май құймаймын, өйткені жаңа құрамына май құйдым. Содан кейін қазір бастаймын. Не құйып қойдық, кішкене қызарып қалсын, сосын ауыстырамыз. Фаберлик компаниясының мынадай қалақшасымен және де ұжағын пайдаланып отырмын. Міне біздің блинниіміз дайын болды. Блинниімізді солай конверт қылып жасаймыз. Ол үшін ортасына бөлеміз де, ортасына сгущенка жағамыз, немесе варенье де жағуға болады. Жасап. Солай жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Рахмет сіздерге.